Сәлеметсіздер ме? Жасанды интеллект негізінде жасалған ұстаздың көмекші құралы болып табылатын Висми платформасын қазақ тілі мен әдебиет сабағында қолдану нұсқаулығымен таныстыратын боламын. Алдымен Google-ға Висми деп жазамыз. Содан басты бет ашылады. Сол жердегі тіркелу деген көк батырманы басу арқылы өз Google аккаунтыңызбен платформаға кіресіз. Бұл жерде мен алдын ала платформаға тіркелу жасаған болатынмын, сондықтан ол автоматты түрде өзі қосылады. Енді келесі бетте әртүрлі қосымшалар пайда болады. Бұл платформаның басты беті. Бұл қосымшалардың әрқайсының өзіндік атқаратын қызметтері бар. Висми бұл креативті идеяларды кәсіби дизайнға айналдыратын заманауи платформа болғандықтан, бұл платформа презентацияларды, инфографикалар, баннер, әлеуметтік желіге посттар, бизнес есептер, резюме жасап бере алады. Жалпы, әр ұстаз өз пәніне қатысты презентацияны осы платформаның көмегімен жасай алады. Тіпті сынып сағаттарына да қатысты презентацияны жасап береді. Енді мен қазақ әдебиеті сабағына қатысты бір презентацияны жасап көрсетейін. Мына жерде оң жақ шеттегі көк батырманы басу арқылы мен іздеу бетіне келемін. Қазақ әдебиеті 6-шы сынып Сайын Мұратбековтің Жусаннесі хикаясы деп 10 беттік презентацияны жазамын. Презентацияның бет санын жазуға да болады, өз мүмкіндігіңізге қарай. Сосын оң жақ беттегі фондар шығады. Осы фон өзіңізге ұнаған фонның дизайнын таңдап ала аласыз. Енді презентацияны құрастыру батырмасын басасыз. Сосын аз ғана уақыттың ішінде презентацияны жасап береді. Висми платформасын қазақ әдебиет сабағында қолдану мақсатын көркем шығармаларды визуалды түрде түсіндіріп береді, оқушылардың қызығушылығын арттырып, ақпаратты есте сақтауды жеңілдете түседі. Енді алдарыңызда тақырыпқа қатысты презентацияны дайындап берді. Міне бірінші бетінде Жусаннесі тақырыбы тұр, сыныбы және ұсынылған пәні барлығы көрініп тұр. Келесі бетінде сабақтың мазмұнын, жоспарын, мақсатын түсіндіріп көрсеткен. Одан кейін автор туралы мәліметтер берген. Бұл жердегі дизайндарды, суреттерді өзіңіз өзгерте аласыз, өңдей аласыз. Мына жерде шығармаға кіріспе, шығармаға талдау жасаған, кейіпкерлерді көрсеткен. Мінекей барлығын нақты әрі анық жасап берген. Осы сайттан оқушылар керекті ақпараттарын алып, сол арқылы сабақта қолдана алады. Жалпы Висми платформасы уақытты үнемдейді, кәсіби дизайнерсіз сапалы жұмыс жасай алады, онлайн қолжетімді әрі тегін нұсқасы бар. Бұл платформаның мүмкіндіктері өте көп. Мыңға жуық дайын шаблондары мен миллиондаған сурет шрифттері бар. Сондықтан осы платформаның дайындап берген презентациясын өз қалауыңызша шаблондарын, сурет шрифт дизайндарын өңдеп, өзгертіп, жоғарыдағы батырманы басу арқылы жүктеп алуыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.